Қайырлы күн достар, сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі подкастымыз біздің өзіміз жайлы болмақ, еркін, ашық әрі қызықты, яғни біз қыздармен өзіміздің ас-үймен қатынасымыз жайлы айтатын боламыз. Сіздермен бірге мен Азидолла Дильна және менің группаластарым Зарина, Ақтолқын. Сәлеметсіздер ме? Жалпы айтқандай, бүгінгі подкастымыз біз өзімізге арналмақ, яғни біз қыздар тамақ пісіруге, үй жинауға жақынырақ боламыз ғой, жалпы ер адамдарға қарағанда. Соған байланысты асханамен қарым-қатынасымыз қандай? Сол сұраққа жауап беретін боламыз. Жалпы қыздар, сендер өздерің туралы айта кетсеңдер, өздерінің көзқарастарың, ойларың жайлы. Жалпы әр қыз асханамен тығыз байланысты болады ғой. Мен үй жинауға қарағанда көбінесе маған асханада тамақ пісіріп жүрген ұнайды. Сол мен қызығамын. Шыны керек, бұл тұрғыда айтатын болсақ, мен көбінесе ойлаймын, қыздар асханамен тығыз байланыста болу керек. Бар шаруасының бәрі асханаға байланысты. Асханамен жұмыс тығыз байланыста болу керек. Өздерің қандай қарым-қатынастасыңдар асханамен үйлеріңнің? Сол туралы айта кетсеңдер. Әрине жақсы. Және бір сұрақ қояйыншы, осы тамақ пісірумен неше жастарынан бастап айналыстыңдар? Яғни кухняға деп айта берейінші, кухняға қай жастарында келдіңдер? Негізі мен асханаға бір 2 жылда болар келгенім. Соңғы ма? Менің үлкен апам бар, барлығын сол істейді. Барлығыны сол істейді негізі, асхананың жұмысын, тамақ пісіру, жинау, барлығын. Сондықтан мен соңғы 1-2 жылдықта тек асханаға кіріп тамақ пісіріп үйренгенім болар. Үйренгенім дегенде мен білем, былай толықтай кірісе бастаған. Ақтолқын сен беші? Маған келетін болсақ, шыны керек, неше жасымда келген білмеймін, но кішкентай кезімде келген білем. Өйткені мамам жұмыста болған соң артымда көптеген інілерім бар, шыны керек. Ер балдар көп тамақ ішетін болған соң, оларға тамақ пісіруім көп болды. Ерте үйрендім десем болады. Мен өзім туралы айта кететін болсам, менің де өзім үлкен ағаларым бар және өзімнен кейін 2 бауырым бар. Біреу сіңілім болса, біреу інім. Мен ортаншысымын, да? Жалпы біздің анамыз сіңілім екеумізді асханаға көп жолатпады, мысалы пышаққа деген сияқты, газдың жанына көп жолатпайтын, өзім істеймін деп ештеңе істетпейтін. Бірақ мен өзім қатты қызығатын болдым. Білмеймін неге екенін, тамақ пісіруге деген қызығушылығым бөлек та. Содан шамамен бір 7-8 жасыма дейін бізге былайша айтқанда запрет қойып келді да, жақындамаңдар, өзім істеймін, керек емес, өзім деп. Одан кейін сол мен бір 5-6 сыныптан бастап мен өзім мамаға айта бастадым да, мама мен істеп көрейінші, андай кішкентай көмектерден бастадым да, мысалға пирожки, чебуреки, шелпек, бауырсақ пісіретін болса, мамам дейтін соның қамырын басады да, істейді да, маған турап кесіп береді, мен соны тек майға қыздырып, аударып пісіріп тұрамын. Сосын турап көмектесу, мысалға ет салып кетеді, немесе картошка, күріш дейді ғой, соларды салып кетеді, соларды қарап қой дейтін. Сондай көмектерден бастадым. Одан кейін дәл есімде 8-ші сыныптан бастап мен өзім толықтай кірісе бастадым. Яғни мен әртүрлі рецептерді қарап аламын. Ол кезде енді YouTube қой, көбіне дамыған кезде, сол кезде әртүрлі рецептер қараймын, оңай рецепт, мысалға бір печеньелер бар, кішкентай блины дейтін сияқты. Бастауды кулинариямен бастайтын сияқты, тәттілер пісіріп бастап, солай қызығушылықпен бастайтын. Мен өзім сондай тәттілермен бастадым да, блини пісіре беретін болдым, өзім үйдегілерімді үйреніп алған ғой, соны сұрай береді. Сосын 8-ші сыныпта солардан бастап пісірдім. Олар да оңай ғой. Тек ұн, сүт, шекер, май болды. Соларды араластырасың да, құя қоясың. Солардан бастадым. Одан кейін уже 9-шы сыныпта мен кішкене үлкен тағамдарға көше бастадым да, ыстық тағамның неше түрлері. Ол кезде дейтін бізде әзірге андай жаңа рецептер жоқ қой. Сол баяғыдағы өзіміздің әке анамыз үйреніп қалған тағамдар, сорпа, макарон, қуырдақ деген сияқты тамақтар. Ал біздің 9-шы сыныбымызда кішкене ерекше тағамдар кіріп бастады ғой, әртүрлі кухнялардан. YouTube-тан соларды қарайтын болдым. Гүлжанат дейтін танитын шығарсыңдар, YouTube-те. Содан бастадым, солардан қарадым. Ол кісі дейтін, ол әйел адам ғой, енді жас келіншек болды, ол кезде күшті қылып салатын болды. Қазақша болғасын өзімізге ыңғайлы ғой. Соларды қарап, пісіріп бастадым. Рецептер енді дамып жатқан кезде, Гүлжанат салып жатқан қазақша рецепттер. Көбінесе ата-аналардың көбінесе байқағандай, басында құтты кезінде қарсы болған, ата-аналардың көбінесе мамалы қарсы болып жатады. Көбінесе уайымнан сияқты күйіп қалады, бірден болып қалады. Бәріміз де сол ересек кезімізде бар қызығушылықпен келген сияқтымыз. Қыздардың көбінесе YouTube-тан белгі бір нәрсені қарап үйрене бастайтын сияқты, сол қызық. Не нәрсе болса да тәтті демекші. Менің туған апам ең бірінші бастап сметанник тортын пісірді, сол Гүлжанаттан көріп пісірді, барлығын қойды, сосын
бір күнге ол тұру керек деп айтты да. Бір күнге тұрып, оны ашса, ішіндегі сметанега ағып жатыр ғой, ішіндегі коцетрос. Содан кейін қазір мүлдем жоламайды, уже 10 жыл болған, ол кулинарияға вообще жоламайды. Содан кейін ба? Өзі біртүрлі сезініп қалған шығар, Сізде қандай жағдай болды осындай қолайсыз? Мен шыны керек, тамақ барысында ондай айтарлықтай ондай нәрселер болған жоқ, но мен тамаққа деген қолапайсыздығым болды. Ұстай алмай түгел бір пісіріп қойған тамақты төңкеріп алғандарым болды. Еще көбінесе тамақты көп пісіріп қоямын, мөлшерін білмеймін шыны керек. Артық болып қалады. Мөлшерін, артылып қалады, ешкім жемей қалады. Еще көп пісірген тамақ дәмсіз болады ғой. Бір жағынан мен тамаққа тұзды өте көп қосам. Маған өзіме сезілмейді, бәрі айтады, удай ашы. Шыны керек, маған дым сезбеймін шын. Жалпы тұзды көп қосқанда айтады ғой, бір ұнатып қалған. Ол маған айтпай ма? Ол жаңа айтып жатады, бірақ маған қатысы жоқ ау деп ойлаймын сол. Ондай болып тұрады. Кейде сосын байқайсыңдар ма? Тағам пісіресіңдер, ысы тамақ пісіресіңдер ғой. Көп пісірсең желінбей қалады да, аз пісірсең жеп қояды, тағы сұрайды. Көбінесе маған айтады осы тұрғыда. Көп пісірме, дәмсіз болады, дәмсіз құттай пісір. Но құттай пісіргеннің өзінде ол қалмай қалады, түсін келеді. Біз саған көп пісір дедім ғой, уже жеп қойды, кері пісір деп жатады, сөйтіп пісіріп жатады. Баланс көп ұсталмай қалады сол кезде. Жалпы енді тамақ пісірместен бұрын біз қазақ болғасын етті көп жейміз ғой. Еттің қазы айналдыру, қарынын ашу дегендерге қалайсыз жасап білесіздер ме, қалай қарайсыздар? Ет асу жағына келетін болсақ, ет асу соғым сояды деп айтады ғой. Оңай, ет пісіру оңай ма? Жоқ, асу емес. Жоқ, мал сойған кездегі іс-әрекеттер ма? Ол жағына келетін болсам, ол жағына өше қатысып та көрмеппін, ол жағына жолап та көрмеппін. Біздің үйде енді өзіміз отбасымызда мал ұстаймыз да, мал асыраймыз. Сондықтан бізде көп мал сойылады. Осы оқуға түскенге дейін енді көп араласып жүрдік. Мысалға ішкі органдарын деп айтайық, кішкене не болсын. Солар тазалаған кезде бізді қасымызға алып алады. Сосын ананы ұстап тұр, мынаны ұстап тұр, шек қарындарын тазалайды ғой, су қойып бірдеңе істеп, сол кезде көмектесіп қояды. Сосын қаз айналдырғанда да бірге отырып біз бір қызығы, сол білмеймін, менің есімде мәңгіге қалып қоятын шығар. Былай тұрсаң кішкентай нәрсе, бірақ мен үшін бір жылы болып көрінеді да. Мал сойғаннан кейін міндетті түрде түнде істейміз, қаз айналдыру дейді ғой, жаңа айтып кеттің ғой, соны бүткіл семьямызбен істейміз. Жаңа әкем бар, анам, екі бауырым, енді екі ағам үлкен болған соң жұмыста жүреді ғой. Біз сол бесеуміз отырып соны әңгіме соғып, күліп, бір-бірімізге әзіл тығып дейміз ғой. Соны істейміз. Сол мен үшін бір қызық болып қалып қояды. Әлі есімде әрбір қаз айналдырған кезіміз миымда жатталып қалған кәдімгідей қызық болып көрінеді. Көп жасайсыздар ма сіздер? Көп, Біздің үйге алып келгенде 2, 3, 4 сондайды көргенмін мен тек. Енді әр малға, кіші мал, көбінен жылқы сойғанда істейді ғой, қаз айналдыруды. Сол кезде жалпы бір шама шығады, кейде дейтін тіпті 10-ға дейін тақап қалатын кез болады. Таратады, бірақ енді ағаларымызға, бауырларымызға, өзімізге бір 4-5 қалатын шығар. Жалпы әр ханшайымның асханада мәзірі әртүрлі ғой. Сіздердің сүйікті тағамдарыңыздың жасалу жолы қалай жасайсыздар, рецептері қалай? Не тамақты сүйіп жейсіздер, сүйіп жасайсыздар енді? Қандай тамақ жақсы көресіздер жасаған? Маған келетін болсақ, мен борщты жақсы жасаймын десем болады. Мен жасай алмаймын. Борщты біздің үйде мама мен папа жасайды. Борщ өмірі цветі қызыл болып шықпайды. Арам жоқ болып шығады. Борщ пен лағман десем болады, лағман жасаған жақсым. Ал өзімнің сүйікті тағамым осы кезде плов жақсы көремін, осы кезде плов жақсы көріп жүрмін. Негізінде тамақтың барысында ойым өзгеріп отырады. Күнделікті бір тамақты жақсы көремін деп айта алмаймын, бірақ ойым өзгеретіні бар. Ал борщты қалай қызартатын болса келетін болса, оның рецептімен бөлісетін болсам, борщты басында мен қуырып алам, еттің иісін шығарып, дәмі күшті болу үшін қуырып, өзінде қуырып, капустасын салып, басында өзен барысында қуырып алам. Одан кейін свекула барысында қыздардың көбі шатасатыны, неге қызыл болмайды дегені, көбінесе свекула салу керек. Мен свекуланы ұсақтап өткізіп, сосын салам. Ол свекуланы жалпы қызылшаның сапасы жақсы болу керек қой. Әрине свекуланың сапасы жақсы көрек. Дәмі жағынан да көбінесе көп нәрселер қосып атады ғой. Мен соны қосатын болсам, начинкаларына сол баяғы күнделікті қолданатын нәрселер, күнделікті нәрсе, артық басқа нәрсе қоспаймын. Сол рецептпен дайындаймын, өзім белгілі. Жаңа лағман деп кеттің ғой, мен сол лағман жасаймын деп жүргеніме ұзақ уақыт болды. Әлі қолым келмейді. Мен андайда лағманның қамырын өзім қолдан жасап істегім келеді. Қолмен су саласыз ба?
істегім келеді, соны өзіме қызық. Жалпы қамырмен жақсы жұмыс жасаймын, бірақ сол именно лағманды Соза- әлі жасағым келіп жүр. Бізде негізі лағман тамағы әр ай сайын тамақ алған сайын жасалады үйде. Күн сайын қолдан жасаймыз деп ойлаймыз да, бірақ та орта жолға үйге қарай жеткенде уже оны кім жасап отырады деп сатып Ұзақ қой жұмыс, аламыз. жалпы. Менде де ондай нәрселер болады, сатып алатын. Бірақ қолмен созғанда өте керемет күшті дәмі Соны күшті істеп шығады. көргім келіп жүр. Жалпы мүлдем асханаға қатысы жоқ адамдарды көргенсіздер ме? Көрдім. Менің қасымда кейбір дос қыздарым бар. Тамақ жасауға жоқ. Әрине енді кейде дейтін өзінің отбасына жасау керек болған кезде жасайды ғой, амалсыздан тамақ пісіру керек, өзінен басқа қыз жоқ болғасын жасайтын кездері болады. Бірақ былай кездерде мүлдем асханаға жолмайды десек болады. Сондай құрбыларым бар. Бірақ енді ол кісілерді оларға сөге алмайсың ғой. Көбі демейін енді. Жартысынан жартысы асханаға көп несі жоқ, андай икемдері жоқ болады, иә. Қазір енді барлығы заказ, ресторанға барып іше саласың. Қазір таңда белгілі бір технология шығып жатыр, байқадыңыздар ма? Сонымен де жарамызды жеңілдетіп жатыр. Әртүрлі технология бар ғой, түрлі. Мен мысалға өз басым қай тағам жасаймын, жақсы жасаймын десем, мен кондитерлік жаққа жақсы сияқтымын, өзім солай ойлаймын. Мен осы жақтан икем келмен шыны керек. Жаңа айта кеттіңдер ғой, ляп дейді ғой, орысша айтқанда жаңағыдай ыңғайсыз жағдай болып қалғаны. Ол кезде менде болды, ол ең бірінші басында бастайсың ғой, жаңағы 8-ші класс дедім ғой, сол кездерде бастап жасағанда болды. Есімнен кетпейтіні бар, круассаны бар ғой, соның кішкентай түрі бар ғой, рогалики, соны жасағам. Барлығы жақсы басталды. Тестісін істедім, начинкасын салдым, орадым. Начинкасы шығып кетті десең. Жоқ, начинка шыққан жоқ, вообще қатып қалды анау. Оны қатты не істеп күйдіріп қойғансыз. Ол өмірінде бірінші рет негізі көбінесе үлкен кісілер майға қуырады ғой. Духовкаға салып жіберген ғой пешке. Анау қатты соқсаңыз сынбайды ғой анау. Иә, сондай ол шықты, көтерілмей қалған дұрыс. Сол кезде қателігі, мен ойлаймын, енді қазір кішкене көбірек білем ғой. Сол кезде мен қамырды жасап айналдырып қойғаннан кейін оны тағы да бір жарты сағатқа қойып қоясың. Тесті өз-өзімен көтерілу керек. Содан кейін барып бетіне жұмыртқаның сарысын жағып бар, сосын духовкаға саламыз да пешке. Ал мен тек бірден жасап солай пешке тығып жүргенмін ғой. Сол күйінде құтақандай болып шықты да, анау не жеуге келмейді, не дәмі дұрыс емес, сонымен солай кетті. Оған көңіл күйім түсіп быт-шыт болып. Үйдегілер көндіріп алды ғой, тұр нормально, біз шаймен жей береміз деген сияқты. Бір жақсы, отбасында қандай тамақ жасамасын қолдап жей береді, дәміне қарамай. Сол жағын қуантады бір жағынан. Сол енді сосын сол кондитерлікке жақсымын. Торттардың аз түрін жасағам. Мен көбіне кекс, капкейки дейтін жасайтын болғам, крем дейтін сияқты. Бірақ шыны керек, қазір оқуға түстік қой, басылып кетті барлығы. Көп тамақ жасай бермейсің. Сабақтан келесің, үйге барасың, жасасаң. Мен ағалармен тұратын болғасын, жеңгем жұмыста болған кезде түскі ас жасайтын шығармын. Қалған уақытта өз жасайды да, андай өзім шабытыммен жасайтын тағамдар аз кездеседі да, соған кейде налып қалатын бар. Қолым шығып кетпей ма деп ойланып қалам. Бірақ өзіме ұнайды сол жұмыс. Андай бір ас үйде жалғыз өзің қалып тамақ жасайсың ғой, бөлек сезім ғой, өзіңмен өзің жалғыз ойларыңмен. Және де сол кезде менде бір жан тыныштық табады да, былай қарап тұрсақ бір көңіл күйім түскен кезде мен тамақ жасасам, өзімді жақсы сезініп қаламын, жеңілдеп, барлық андай жаман энергетикам солармен кетіп қалатын сияқты да, солай болады. Менде керісінше менің көңіл күйім күшті болса, мен тамағым жақсы шығады. Көбінесе мамам да айтып жатады, сенің тамағың сенің көңіл күйіңмен. Махаббатпен жасау керек дейтін сол ғой. Өзің отбасыда көңіл күй жақсы ма, жақсы емес пе деген жоқ. Бәрібір ма? Иә. Үйде кім бар, сол пісіре береді болды. Үйде жалғыз мен. Жалпы үшеуміздің де асханамен қарым-қатынасымыз жақсы сияқты, иә. Ондай қатты бір шегерушілік жоқ сияқты. Осы былай қарап тұрсақ, достар, үшеумізде де қатты ыңғайсыз жағдайлар болмапты. Біз сол қызық жағдайлар туралы айтамыз деп ойлағанбыз, бірақ көп кездеспепті. Үшеумізде сондай жақсы болып тұрғанымызға дейсің. Басқа айтарларың бар ма? Жоқ. Ендеше достар, бізден бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да кездесеміз деген ойдамыз. Осымен біздің подкастымыз тәмамдалды. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.